Жеті ата туралы. Жеті ата туралы не айтасыз? Жеті атасын білген ол жеті жұрттың қамын жейді. Соның қамқоршысы болады, соның тілекшісі болады, соның қызметінде болады. Құр жеті атасын біліп алғанда не пайда? Мен Сұлтанның баласымын, Сұлтан Мараттың баласы, Марат Қанаттың баласы, Қанат Қазбектің баласы, Қазбек Сүлейменқұлдың баласы, Сүлейменқұл Оспанның баласы. Не болды? Болды ма? Бітті ма? Енді Құран оқысайшы сол жеті атаңа. Білмеймін дейді. Не пайда сен жеті атаң білгеннен? Білдің жеті атаңды, жақсы екен, күшті екен. Енді Құран оқы, жеті атам менің осы иманды болсын деп бір Құран оқысаң, міне болады. Сонда, жеті атасын жақсы көреді екенбіз дейміз. Енді сол жеті атаңның жұрттарын білсен, атын білме, затын біл. Олардан қанша тұқым бар, олармен кім, олардың қанша баласы бар, солармен аралас, соларға бар, ақша берсе де бар, ақша бермесе де бар, солардың қуанышына бар, қызмет қыл, шақырсаң барамын, шақырмаса бармаймын деп көкірегіңді көтерме, көкірегіңді төмен түсір, бар қызмет жаса соларға. Ағайындар, бауырлар болсаң, Құдай берген адам болады. Сол кезде жеті атаға тұрған адам болып боласың. Ал Құран атымен жаттағанда